Assalamualaikum. Ассаламағалейкум, от шоудың горячий подписчиктар, қалайсыңдар? Бүгін сіздермен тағы да Бәке Басеке, сіздерді көрмегелі біраз болды, сіздерді өте сағынып кеттік. Достар, бүгінгі видеода уәде еткендегідей ең үздік комментарийді айтатын боламыз. Шыны керек, осы комментарийлардың ішіндегі ең үздігін таңдау бізге өте қиын болды. Сонда да арасындағы ең горячий комментарий. Достар, бүгінгі общий темада блогерлар туралы айтатын боламыз. Спортик. Қалайсыздар, бүгін біз сіздерге ең шекті қалай шығару керекенін айтатын боламыз. Негізі мен деймін түрілмей, өзім шығарған ешқандай зәр ішпеген. Даусымынан бермейіздер, себебі мен 14-демін. Рыболов. Ассаламағалейкум достар, бүгінгі видеода біз балықты қалай аулау керек, сол туралы әңгіме ететін боламыз. Ол үшін біріншіден сіздерге мынандай керемет удочка керек. Сондықтан лайкты аямай басыңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер, мені қараңыздар, мынандай удочкамен балықты былай ұстауға болады. Соны алып сатып алатын болсаңыздар, сіздердің балықтарыңыз 1 минутта 10-10-нап ұстайтын боласыздар. Сол үшін мынандай Бастайын деп бастамай қалатындар. Мен Құдай бұйыртса YouTube канал ашам ғой. Жынды бір челлендж түсірсем, бір трендке шығайын деп тұрмын ғой. Одан бұйыртса влог түсірем. Қазіргі түсіріп жүргендер онша емес қой қазір. Блогерлар ашайын. Контент жоқ қой, контент. Бір жылдан кейін пранк түсірем. Пранкты енді мен ұялмаймын ғой, камераның алдында никогда ұялмаймын. Кезінде мектепте жұлдыз болғам ғой. Жігіт сұлтанында бас жүлдеге алам ғой. Челленджер. Ассаламағалейкум достар. Бүгін біз 24 сағат челлендж, яғни орманда жүретін боламыз достар. Достар, жан жақты қараңыздар, түгжіліп қараңыздар. Міне, орман. Орманда су тауып алдым, су. Естіген ба? Жоқ, естіген жоқ, не ол? Естіген жоқсың ба? Жоқ. Қарашы, анау яқты не естіліп жатыр? Қысқасын айтқанда. Карантиннің 30-ші күні болатын. Менің ішім пысты. Бұлай жаттым, бұлай жат. Ұйқы келмеді, не істерімді білмедім. Bir кездері сотқа шықладым. YouTube көре бастадым. Каналға жазылдым, колокольчикті бастым. Комментарий жаздым. 1000 теңге ұтып алдым. Зарядка жасадым. Зарядка жасап едім, аяғым тырысып қалды. Аяғымды уқалай едім, саусағымды қайрап алдым. Кино көруге дайындалдым. Есіме түсіп кетті, менде кино көретін ноутбук жоқ екен. Ішім пісіп кетті. Биледім, ол да көңілімді көтермеді. Очоудың жаңа видео шықты. Қатты күлдім, шегім қатты. Домаланып тұрып күлдім. Bir кезде басымды ұрып алдым. Басым айналды. Қысқасын айтқанда каналға тіркел. Сұрағыш биктер. Сәлем достар, бүгін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және де колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сосын менің Instagram парақшам бар, сол Instagram парақшасына жазылыңыздар, және де менің TikTok'ым бар, TikTok'ыма барып жазылыңыздар. Сосын менің Telegram каналыма жазылыңыздар, оны да ұмытпаңыздар. Gmail парақшама жазылыңыздар, сосын менің Mail.ru парақшама жазылыңыздар, сосын менің WhatsApp'ыма жазылыңыздар. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Барлықтарыңыз тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар, және де мен Instagram парақшасына ұмытпаңыздар, және де мен қайтпастар. Түсінді ғой бәрі? Түсінді ма? Онда басымен кеттік. Поставлю трубку на режим без звука.
Не бұл, брат, YouTube канал ашам деп өтірген, аштың ба, аштың ба? Ашам, осы құдай берді уж. Бір-екі айда ашам, просто қазір қол тимей тұр. Идея деген толы ғой, идея. Сценарий ұрып тұр ғой, сценарийді прям деп жазып тастайсың ғой. Сценарий жазып болған бәрі. Просто барлығы ойымда тұрды, соны қағаз салып. Аниматорлар. Жігіттер жанып тұрған үміттер, все изменит один день, көтіңді көтер. Этой швакат сам точки, попал по точке. Геймер. Рашим. Давай, вперед. Аксайшы! Балам, нанға барып кел, компьютердің алдында отыра бермей. Подписчиктары активныйлар. Біз ба не? Рахмет үлкен. Лайфхакер. YouTube'да видео көріп атқанда лайк басуды ұмытып кетесің ба? Саған лайфхак. Келесі 5 секунд саған лайк басып комментарий жазуға арналған. Пранкер. Йоу, достар, қазір мен досымды пранковать ететін болам. Яғни, ол қазір мусор төгет, мен оны шоштап. Трюкач. Трюк деп осынай. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Акапелла. Йоу, достар, келесі выпуск бізде юбилейный, сол себепті келесі выпуск сұрақ жауаптар болады. Сұрақтарыңызды осы видеоның астында жазып кетсеңіздер болады. Сонымен горячий подписчиктер, сіздерге видео ұнады деген ойдамыз. Сол себепті горячий лайктарыңызды басып, отский комментарияларыңызды жазып кетсеңіздер болады. Сіздермен болған Бәке Басеке, сау саламатты болыңыздар. Тіркелуді ұмытпа, достым. Выпустил видос и заработал денег. Но теперь на дошек не хватает, верно? Выпустил видос и заработал денег. Голодать не буду больше я, наверное. Ты думал, будет дичь, угадал. Я блогер, подпишись на канал.
от того, что громко орал. Походу снова гул